өстіп морозильникке мынандай қылып ураманы сала салсаңыздар да, кешкісін кейде бір уақытты қыз болып қалғанда осылай салып оңай пісіре қоясыздар. Келін қазір қонаққа кетейін деп жатыр. Мінекей бізге мынаны қазір қойып дайындап кетіп жатыр. Бізде риза, ол да риза. Мынау скребок, кәдімгі мен сіздерге көрсетіп жүргенім. Осындай да жақсы, мына парабарканы мысалы зақымдап алмайсыз. Өйтіп спокойно кеседі. Өстіп көрдіңіздер ме? Бұлайынан кесіліп, бұлай алынады. Қазір бұл болып тұр. Парабаркада жұмыртқа пісті. Екі жарылған жұмыртқаны да сала салып едім. Өздеріңіз көріп тұрсыздар қалай піскенін. Жұмыртқада сап-сары болып әдемі піскен, толық 15 минутта. Парабаркада піскен жұмыртқаның ортасын мен сіздерге көрсетейін. Мынандай сервировочный нож пышақ сатылымда бар. Сармай бөлгенге керемет өте. Неке арасын көрдіңіздер ма? Қандай керемет, тамаша. Неке біз мына парабаркада қазір оливье салат жасап жатырмыз. Мынандай кастрюль ішіне суды құйып қойдық. Мынау өзінің буында піскеннен кейін дәмі енді өте ерекше болады. Суда қайнатқаннан гөрі осындай парабаркада буға қайнатып жасаған салаттың дәмі өзгеше болады. Так, міне 15 минут өтті. Қазір картошка жоқ, жұмсақ болып пісті. Қазір астындағы сәбізді көреміз. Так, енді сәбізді көреміз. Сәбіз де пісіпті, жұмсақ болыпты. Скребок осындай араластырғанға, сосын мынау жан-жағын бетіп, ыдыстың жан-жағын бетіп тазалағанға тап-таза қылады. Сосын пряниктер мынандай посудасында вообще 10 күн тұрса да осындай свежий, қалай алып келесің, солай тұрады. Умный холодильник зелень үшін, бірақ біз вафлет салып қойдық енді. Зелень пока таусылғасын үйде.